Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacies. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мақсат компьютер біз бұл VK Surfing туралы айтып өтетін боламыз. Достар, VK Surfing'те 2 миллион адам жазған болатын. Сондықтан артына тіркеп лайк басып, ең керемет комментарияңызды жазып кетіңіздер. Осы 16 миллион ақша төленген адамдарға достар ойлаңыздар. Сосын қаншама заданиялар қазір дайын тұр достар. Сосын 2000 задание дайын тұр достар. Сосын қаншама заданиялар сіздерге орындауға болатын көріп тұрсыздар достар. Так, сіздер бұл сайт алдайды, алдамайды деп сенбей тұрған шығарсыздар. Мен сіздерге алдын ала бүкіл заттың бүкіл несін көрсететін боламын достар. Сондықтан видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарияларыңызды жазып кетіңіздер достар. Сенбесеңіздер өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Ал енді біз видеомызға кеттік. Так, достар, біз бұл жерде страницаны ашқан кезде біз все задания дегенді көп тұрамыз. Менің монетамды қараған кезіңізде достар, менде 30 монета бар достар. Көрдіңіздер ме? Мына жерде адамдардың орындаған заданияларын көре аласыздар достар. Қараңыздар, қаншама задание орындап ақша алып отқандарын достар. Сондықтан бұл өтірік сайттарға ұқсамайды достар. Кейде болады техническая работа деген шығады, олар өздерінің бір заттарын, құртылған заттарын жөндейді олар достар, ойлаңыздар. Кеше, например, техническая работа деген шығып қалды. Соны күттік біз. Все задания деген қарып көрсеңіздер, охренеть заттар болады көбінесе. Штраф егер сіздерге түсетін болса, сіздер оны төлейсіздер. Сосын сіздерден рубльдеріңіз алып отырады. 3 рубль, 4 рубль алып отырады сіздер. Все задания қойып, біз қазір VK-да задания бар ма көрейік. VK-да бірде-бір задания жоқ екен, сондықтан біз Инстаграмға өтеміз де 8 заданияның бәрін орындап тастаймыз. Осыған адамдар тіркеліп отқан секілді сіздер подписаться кнопкасын мыжыңыздар, көрдіңіздер ба? Мен қаншама адамға подписка жасадым, сіздер маған YouTube каналыма подписаться деген кнопканы мыжып тастаңыздар. Мыжыңыздар, колокольчикті сындырыңыздар. Көрдіңіздер ме, қанша адамға подписка жасадым мен. Подписаться. Сосын лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Ең керемет, ең топовый, ең күшті деген комментарийларын қалдырып кетіңіздер. Бұл сайт шын ба, шын емес па? Өздеріңіз тексеріп көріңіздер, және өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Так, мына жерде жақында Facebook, TikTok дегендерде қосылатын болады. Facebook, YouTube дегендерде қосылатын болады достар. Жақын арада сіздер Facebookқа да тіркеле аласыздар, YouTubeқа да тіркеле аласыздар жақында. Енді біз келесіне өтетін болсақ, біз вывести деньги достар. Ойлаңыздар, ақша шығаруға болады достар. Бұл жерде тек қана 50 рубльден бастап шығарасыздар ақшаңызды. Тек 50 рубльден шығарылады. Ақша көріп тұрғандай, менде қазір 31 монета бар. Сіздерге келесі видеода ақша шығарғаны туралы видео түсіретін боламын достар. Көріп тұрсыздар, қаншама ақша. Телефоннан, веб-маниден, Яндекс, кошелек, Киви, Пауэрден ақша шығарылады достар. Сіздер ақшаны пятница күні шығарасыздар, суббота ақша түседі. Пятница шығарыңыздар ақшаны. Егер понедельник шығаратын болсаңыздар, егер ақша суббота күні бәрібір түседі. Тек қана жұма күні шығарыңыздар, суббота ақша түсетін болады. Пятница күні. Мына черный экран қойын, өйткені номерімді көріп қоясыздар. Так, көріп тұрғандай ақша алдым міне. Көрдіңіздер ме? 50 рубль алдым біріншісінде. 50 рубль төледі маған. Екіншісінде мен 60 рубль алдым. Онда маған төледі 60 рубль деді. 60-та 50 көріп тұрсыздар өздеріңізде. Енді келесі тағы қандай заттар бар екенін көрсетейін сіздерге. Егер келесіне пополнение жасағаныңызда да болады. Өте керемет пополнениелердің бірі. Егер 2000 рубльге пополнение жасаңыздар, қасына бонустар көбірек қосып береді. Егер 6000 рубльге пополнение жасаңыздар, тағы да бонустар қосып береді. 12000 рубльге жасайтын болсаңыздар, сіздерге өте көп бонус қосып береді. Например, 12000-ге жасап 34000 рубль шығарғаныңыз болады. Сол ақшаны шығарып алсаңыздар болады. Оның пополнение бірақ веб-мани кошелектен ғана істелінеді ол. Кивиден никак істелінбейді. Ал енді новостиге келетін болсақ, жоқ бұл. Достар, мен қазір описанияға немесе комментарияға ссылка қалдырып кетемін. Сол ссылка бойынша өтіңіздер. Сонымен регистрация жасаңыздар, сіздерге бонус ақша көбірек береді. Мен ссылкамен өтсеңіздер, сіздерге ақша беретін болады. Сол ақшамен сіздер көтерілесіздер, өнесіздер, өсесіздер достар. Көрдіңіздер ме? Сол ссылка бойынша кіріңіздер описанияда және комментариядағы.
достар. Бұл жерде сіздер өзіңіз достарыңызды шақыра аласыздар, сол достарыңыздан ақша ұстап қала аласыздар. Мен ссылка бойынша кірсеңіздер, мен сіздерден бірде-бір тиын ұстамаймын. Келесі бізде новости достар. Бұл жерде жаңалықтарды көре аласыздар, қандай жаңалықтар бар. Бірақ бұл қызық емес, бұдан өтіп кетейік. Так, мына жердегі правила достар, ережелер бұл жерде типа қандай нәрселер айтады достар. Егер сіз ақшаны қалай шығару керек екенін білмесеңіздер, осы жерден қарап аласыздар. Так, келесіне өтейік. Так, экран айналып кеткен үшін кешірім сұраймын сіздерден. Просто телефон айналып кетті экраны. Так, мына жерде ережелерден түрлі ережелердің түрлері бар. Например, заданиеге кетейік. История көр дейді, история сосын көремін. Қазір история көретін болсам, мына жерде видеоның пульті шығуы мүмкін. Көріп тұрғандардай 30 рубль бар. Мен сіздерге бүкілін көрсеттім. Арнаға тіркеліп, подписаться деген кнопканы мұжып қасына қоңыраушаны сындырып тастаңыздар. Давайте достар, тез. Міне вывести пополнение деген заттар екеуі шығып тұр. Көріп тұрғандай. Қазір мен сіздерге профил бүкілін түсіндіретін боламын достар. Достар, қазір профил, мынау настройки деген заттардың бәрін көрсетемін. Біз қазір неге керек достар, көріп тұрғандай мен ВК-ға, лайкқа, тиктокқа, инстаграмға тіркеп қойған болатын өзімнің устройстволарыма. Маған көбінесе инстаграмда задание келеді, тикток солардан көбінесе келмейді. ВК, инстаграм солардан ғана көбінесе задание келеді. Көріп тұрғандай төртеуі де социальный сетте кішінеді. Егер сіз тіркеңіз келсе, добавить деген басасыздар, сосын телеграм, ВК, инстаграм, тикток дегендерді тіркей аласыздар достар. Көріп тұрғандай оңай тіркеу. Сол тіркеу бойынша сіздер ең керемет ақша табасыздар. Сіздер ең бай және ең керемет адамдардың бірі боласыздар. Аптасына ойлаңыздар 2000 теңге, күніне немесе 2000 теңге табасыздар. Так, ақша шығару жолдары міне 60 рубль тапқаным туралы көріп тұрсыздар мұнда тоже сондай көріп тұрсыздар. Сондықтан видео ұнады деген ойдамын сіздерге. Ұнамаса білмеймін не болатын достар. Видео ұнаса егер подписка жасап, лайк басып, ең керемет комментарияны жазғыңыздар. Бұл шын басын емес пе тексеріп көріңіздер. Аңды видео аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.